көшесің. Неге біреудің бағы жанып, енді біреуге жылап жүру ғана жазылған деп қынжыласың. Бірақ тағдырға өзіңнің бақытты болуға лайықты жан екеніңді қалай дәлелдейсің? Қалай өмірдегі қиындықтарды жеңіп, қуанышқа бөленуге болады? Ол мүмкін нәрсе емес пе? Өйткені кез келген адамның бақытты болуға қақысы бар. Тек оған апарар жол әркімде әртүрлі. Мектептің соңғы сыныбында оқып жүргенде Рәзияға сыныптастарының көбі ғашық болған еді. Ескендірдің де Рәзияда көңілі бар болатын. Рәзия да оның сезіміне жауап берді. Бірақ Рәзияның ата-анасы олардың араласуына қарсы болып, қызының Ескендірмен кездесуіне тыйым салады. Рәзия екінші курста оқып жүргенде Бейбітке тұрмысқа шығады. Бірақ оны жақсы көрмейтін еді. Сырттай қарағанда Рәзия бақытты сияқты көрінетін. Құрбылар оны бай жігітке тұрмысқа шығып, жолы болды деп қызығатын. Ал Рәзия күйеуін жақсы көрмегендіктен өзін бақытсыз сезінетін. Бұл азабына тағы қандай уайым қосылатынын Рәзия білген жоқ. Мәссаған, қандай керемет! Мына өзінің яқтасы ма, әлде жалға алдыңдар ма? Вау, мынау ше, нағыз Луи Виттон ба әлде Қытайдікі ме? Қытайдікі шығар. Нағыз Луи Виттон. Бейбіт сыйлады. Миланнан көп киім кешек әкеп, шкафқа сыймай жатыр. Туф, Рәзия, сен сондай бақыттысың. Бейбіт те жақсы жігіт. Сондай жігітті жолықтырған сенің бағың бар екен. Адам сияқты әңгіме тастырма өзі. Қандай әңгіме айту керек? Жап-жақсы әңгіме айтып отырмыз ғой. Айтып тұрғандарың ұсақ түйек. Ешқандай да ұсақ түйек емес. Ондай әңгімені түсінбейтін болсаң, онда оны айт. Түсінетін несі бар? Айтып тұрғандарың бос сөз ғой. Ой, Живанши, ой, Карден. Сендердің ондай әңгімелерінен жалықтым. Топ, жалсаң тыңдамай-ақ қой. Тыңдайын деп тұрған мен жоқ. Сау болыңдар. Мына дұрыс па енді? Ой, қош, осындай ақмақтардың ақ жол болып жүреді екен. Айтпа. Ауылбай. Осындай құрбылармен араласатыма өзім таңқаламын. Айтқандары мағынасы нәрсе. Ойлары таяз. Кейде мен де өзімді солардай ұстап, күліп, көңіл күйімді көтеру үшін әңгімелеріне қосыламын. Мен қалжың қылсам, олар кәдімгідей әңгіме қылып отырады. О, сәлем Рәзия. Сәлем. Жүр кетейікші бұл жерден. Қайда барамыз? Бәріміз отырып бас қосамыз бәлсем? Ой, аналармен болады, көргім келмейді. Қастарынан жүрегім айнайды. Не болды соншама жүрегің айнытындай? Жайын ше. Жүр содан да паркке барайық, иә? Как раз ауа райы бүгін керемет болып тұр ғой. Жүр Әсиядай құрбы тапқан қандай жақсы болды. Онымен университетте таныстым. Бір-бірімізді жақсы түсінеміз. Қандай жағдай болмасын, үнемі қасынан табылады. Ақылын айтады. Әсия болмаса, қайтер едім. Рәзия, не болды саған? Ештеңе. Не деген керемет яхта, не деген әдемі қонақ үй деген әңгімелері бітпейді. Шыдай алмай кеттім. Содан басқа әңгіме жоқ па? Қайтесің оларды? Бұрында оларға күліп қана қараушы едің ғой? Бұл мен не деген кеп? Жағдайым жақсы білесің ғой. Мен жақсы көрмейтін адамға тұрмысқа шықтым. Оны жақсы көрмек түгіл жек көремін. Ата-анама ерегескен естерім ғой. Осы үшін өмір бақи өкінем. Шешесі күйеуі жанында. Әдемі, ақылды қыз. Бірақ бақытсыз. Күйеуін жақсы көрмейді. Бейбітке әке-шешесіне ерегескеннен тұрмысқа шықты.
сол үшін әлі де өкініп жүр. Сырын ешкіммен бөлісе алмайды, маған ғана айтады. Әсиямен кездескеннен кейін Рәзия үйіне қайтуға жиналады. Телефонына қарап, күйеуі Бейбіттің бірнеше рет хабарласқанын көреді. Телефон қоңырауына жауап бермеген үшін күйеуі ұрысады екен деп, үйіне тез жетуге асығады. Сәлем. Мен бүгін Асиямен жолыққан едім. Сен хабарласыпсың ғой? Естімей қалыппын. Мен саған тосын сыйым бар. Бүгін сені мейрамханаға шақырамын. Қай мейрамханаға барсаң да өзің таңда. Разия, не болды? Бәрі дұрыс. Бәрі дұрыс па? Бәрі жақсы ма? Айтып тұрмын ғой, бәрі ойдағыдай. Разия, мына қылығыңды сен қалай түсінуге болады? Мен кешке дейін үйде болған жоқпын. Кешкі асты дайындаған жоқпын, үйді де тазалаған жоқпын. Ал сен болса мені мейрамханаға шақырасың ба? Мінсіз адамды ұнатпаймын. Бейбіттің сырт келбеті тартымды. Жылы сөйлеп, адамның іш бауырына кіріп кетеді. Маған барлығы жасанды көрінетін сияқты. Мұндай адамнан бәрін күтуге болатындай. Адамға жамандық ойламайтын шығар, бірақ бір қулығын ішіне бүгіп жүретіндей көрінеді. Онда тұрған не бар? Қалай ғана бұлай істеуге болады? Сонда мен саған ұрысуым керек па? Не үшін? Оған ешқандай себеп жоқ қой. Себеп бар, өйткені сен өзіңді еркек ұқсап ұстай алмайсың. Маған қарсы бірде бір сөз айта алмайсың. Разия, тоқта, қайда барасың? Мұнда қалудың өзі жеркенішті. Естисің ме, жеркенішті. Не болған түсінбедім. Әйеліме ұрсып, қатал қарамағаным үшін жанжал шықты. Разияның өзім бұлай ұстауына бір себеп бар деп ойладым. Оған бірдеңе болды ма екен? Мүмкін мен өзімшілмін бе? Рәзия сыртқа шыққанда еш себепсіз күйеуін ренжіткенін түсінді. Жалғыз болғысы келмей, ішіндегісін бөлісу үшін құрбысы Әсияға телефон соқты. Екеуі кездеспекші болып келісті. Хабарласпады ма? Жоқ, қайда хабарласқан? Ол қазір хабарласпайды. Бейбітке айтпағаным жоқ. Не болып қалды? Күндіз ғана бәрі жақсы еді ғой. Бұрыннан жиналып қалған ғой. Түсінбеймін, осы саған не жетпейді? Күйеуің сымбатты, қалталы, дені сау азамат. Барлық қыздың арманы емес пе? Я, білемін, бірақ мәселе онда емес. Онда неде, айтшы? Разияны түсінемін. Мұндайды ешкімнің басына бермесін. Бірақ та отбасылық өмірім жаман екен деп бәріне шағымдана беруге де болмайды ғой. Бұрынғы заманда әжелеріміз қалай өмір сүрді? Оларды жастайынан тұрмысқа берді. Қиын жұмыс жасатты. Бірақ олар бәріне шыдай білді ғой. Ақмақпын. Ата-анама ерегескен кейін осының бәрін істедім ғой. Ескендірмен кездесуге тыйым салғаннан кейін үйде қалым келмеді. Одан кейін Бейбітті кездестірдім. Үйге шығарып салды ұсынды. Бірден келісе кеттім. Машинасына неге отырдым екен? Неге отырғанды өзінде білесің. Ол сен ұнап қалды. Ата-анама ұнап қалғаннан кейін оның көңілін өзіме аудардым. Осының бәріне өкінемін. Саған қарасам бір байғұс адам сияқтысың. Бірақ олай емес қой. Сен осының бәрін еріккеннен істеп жүрсің. Жақсы көрмейтін адаммен тұру, ол еріккендік емес. Ал сен бір уақыт Бейбіт жайлы ойладың ба? Араларымызды қалай жақсартып көреміз деді. Оны таңертеңнен кешке дейін жамандай бересің. Ол сен жақсы көрген үшін кінәлі ме? Я, сенікі дұрыс. Олай болса, сен қазір оған хабарлас, онымен сөйлес. Ертең араларың жақсы болып кетеді. Сен солай деп ойлайсың ба? Мен оған сенімдімін. Мен туралы басқалардың не айтатынын білемін. Бұл менің өмірім. Өзім таңдадым. Әсияның айтқаны дұрыс. Бейбітпен арамызды жақсарту үшін ештеңе істеген жоқпын. Ешкімнен ешқашан кешірім сұраған емеспін. Бірақ бүгінгі жанжалдан кейін кешірім сұрау керек екенін түсіндім. Әсиямен сөйлескеннен кейін Рәзия бірден Бейбітке телефон соғып келуін өтінді. Бейбіт қанша ашулы болса да, әйелінің дауысын естігенде ренжігенін ұмытып кетті. Тез келетінін айтып, күте тұруын өтінді. Отырсаңшы. Жақсы. Бұнда өзің отырсың ба?
Әсия болған, жаңа ғана кетті. Сені қатты уайымдадым. Кешірші мені, өз-өзім ұстай алмай қалдым. Айтшы, бірдеңе болды ма? Сол себепті ашуланған боларсың. Жоқ, бәрі жақсы. Болмайтын нәрсеге сөзге келіп қалдық қой. Сонда да менен бірдеңе жасыратын сияқтысың. Айтшы, күйеуімін ғой. Бірге болсақ, шешілмейтін нәрсе жоқ. Жоқ, бәрі жақсы. Адам бәрі жақсы десек, керісінше ештеңе де жақсы емес деген сөз. Менде бәрі жақсы деп өзінде басқаны да алдайды да, ашылып ештеңе де айта алмайды. Не мазалайтынын білу үшін бәрі жақсы деген сөздің ар жағына не жатқанын білу керек. Түсінемін. Отбасы құрғаны жаңа ғана таныса сала үйлендік. Маған үйрене салмай жүрген боларсың. Ал сен маған бірден үйренісіп кеттің ба? Қойшы, сені жақсы көремін. Соның жеткіліксіз бе саған? Мен үй шаруасына жоқпын, тамақ та жасай алмаймын. Қойшы, айтқанның бәрі ойымдауға да тұрмайтын нәрсе. Сонымен не демекшісің? Отбасы құрғаны жаңа ғана. Әзірге баламыз жоқ. Балалы болғанда үй шаруасын жасап үлгересің дегенім ғой саған. Иә, солай болады. Болды, уайымдамашы, жаныма келші. Мен үшін бұл ең қиын нәрсе болды. Бейбіт бала туралы айтып жатыр. Ал мен оған әлі дайын емеспін. Одан қатты ұялдым. Мені тыныштандыруға тырысады. Не болған түсіндіре алмай отырмын. Оған деген еш сезімім жоғын, қамқорлығынан шаршағанды қалай айтамын? Ерлі зайыпты татуласып, үйде тыныштық орнады. Бейбіт әйелінің асты үстіне түсіп, әлек болып жүр. Рәзия да күйеуімен арасын жақсартуға тырысып, жүргендей сыңай танытады. Кейде бәрі жақсы болғандай болып көрінеді. Бір күні Рәзия аяғы ауыр болып қалғанымды. Рәзия сыныптасына ғашық еді, бірақ ата-анасы онымен кездесуіне тыйым салған болатын. Әке шешесінің қамқорлығынан құтылу үшін Рәзия Бейбітке тұрмысқа шықты. Ол Рәзияны жақсы көретін еді. Сырттан қарағанда Рәзиядан бақытты жан жоқтай көрінеді. Жақын құрбысы Әсия ғана Рәзияның қиналып жүргенін біледі. Себебі Рәзия күйеуін жақсы көрмейтін. Әсия құрбысына Бейбітпен арасын жақсартуға кеңес береді. Рәзия отбасылық өміріне көнгендей болып жүргенде, сүймейтін адамнан жүкті екенін біледі. Мен үшін бұл ауыр соққы болды. Әсиямен сөйлескеннен кейін Бейбітпен арамызды жақсарту керек екенін түсіндім. Ең болмағанда тырысып көруім керек. Бірақ ол үшін уақыт керек. Аяғым ауыр екенін кейінірек білгенде, мұны қалыпты жағдай ретінде қабылдар едім. Ал қазір не істерін білмеймін. Жақсы көрмейтін еркектен балам болады. Мен оны өлтірем. Өлтірем, маған ол бала керек емес, өлтірем. Болмай, мен өлтірем. Өлтірем, мен оны өлтірем, керек емес маған. Мен оны өлтірем, тумай, мен оны тумай. Бәрі де жақсы еді, ойындама. Өлтірем, мен оны. Рәзия маған телефон соқты. Жылап тұр, ашулы. Ештеңе түсінбедім. Бірақ бір жамандық болды ма деп қатты қорықтым. Үйіне келдім, жылап жатыр. Ештеңе айтпайды. Өлтірем дей береді. Бейбітпен ұрсып қалды ма десем, сөйтсем аяғы ауыр екен. Бұлай болмайды, олай істемейсің. Істеймін. Мұндай ой сенің басына қалай келіп жүр? Сәбидің не кінәсі бар? Еш кінәсі жоқ, бірақ менің басқа амалым қалмады. Мұнымен сен шектен шыққандық. Не шектен шыққанды? Сен қылығынды айтам. Мен не істеуім керек? Өмір бойы өз-өзімді қапасқа қамап қояйын ба? Қапас дейсің бе? Жан-жағына қарап көрсеш, ел қалай өмір сүріп жатыр? Кімнің қалай өмір сүріп жатқанында шаруам жоқ. Бейбіт оны қалай қабылдайды деп ойлайсың?
Білмеймін. Ол оның әкесі ғой. Болса бола берсін, ол білмей де қалады. Сенің де балаң емес пе? Бір-екі күн ойлан, өтінемін, асықпа. Ойланатын ештеңе жоқ. Мен бәрін шешіп қойған. Бейбітке айт, оны білуге қақысы бар. Жоқ, ештеңе де айтпаймын. Бәрін түсінемін. Ол бақытсыз. Күйеуін жақсы көрмейді. Жақсы көрмек түгіл ұнатпайды да. Бірақ бұл ақымақтық қой. Біреудің жанын қию деген. Бұл не сұмдық? Рәзия Бейбітке еш нәрсе айтпады. Күйеуі ештеңеден сезіктенбесін деп көңілді болып жүрді. Бейбіт ұйқыға кеткенде жуынатын бөлмеге кіріп, жан азабын көз жасымен шығарып жылап алды. Таңертең күйеуімен сөйлеспес үшін ұйықтап жатқандай түр танытты. Бейбіт кете салысымен Рәзия да үйден шығып емханаға барды. Сәлеметсіз бе? Кешіріңіз. Я тыңдап тұрмын. Қалай айтсам екен? Я айта беріңіз. Маған түсік жасату керек. Түсік дейсіз бе? Гинекологқа жазыласыз. Дәрігер направление береді. Направлениесі болмай ма? Тезірек жасатуым керек. Тәртіп солай. Дәрігер сізбен сөйлескен соң направление береді. Бермеуі де мүмкін. Бермеу қалай? Шешімді өзім қабылдап тұрмын ғой. Сөз таластырмай дәрігерге кіріңіз. Жарайды, онда тезірек кіріп шықсам бола ма? Жарты сағаттан соң келсеңіз болады. Сізден бір нәрсе сұрауға бола ма? Иә. Мұндай жағдай жиі болып тұра ма? Қандай жағдай? Дәрігердің рұқсат бермеуін айтам. Кейде болады. Тағы бір нәрсе сұрасам бола ма? Дәрігер ер кісі ме? Жоқ, маған келесіз. Жарайды, рахмет. Осындай қыздарды көрген кезде жүрегім қан жылайды. Ішкі жан дүниесінде, өмірінде не болып жатқанын өздері де білмейді. Бұлармен сөйлеспеймін деп шештім. Сөзімді қор қылудың қажеті шамалы. Әбден шаршадым. Бірақ мына қыздың жағдайы басқа секілді. Міндетті түрде сөйлесуім керек. Мүмкін ақылға келер. Рәзия дәрігердің қабылдауында отырғанда Әсия бірнеше рет телефон шалды. Құрбысы кейін өкінетінде іске барама деп уайымдап, ойынан бас тартуға көндіріп көрмек болды. Рәзия ауруханада екенін айтып, Әсияның күте тұруын өтінді. Мен сізді құттықтаймын. Жүктілік жақсы өтіп жатыр. Мерзімі 5 апта. Тұрғылықты жерде гинекологқа тіркеліңіз. Сізге өз шешім жайлы айттым ғой. Сенімдісіз ба? Иә. Сізге ескерту міндетім. Сіз әлі жассыз. Түсік жасаудың салдары жақсы болмайды. Иә, білемін. Ештеңе де білмейсіз. Қазір емес, кейін бала сүйгіңіз келе ма? Әрине. Онда түсік жасатпаңыз. Сәтсіз жасатқан түсіктің салдарынан қаншама әйел баласы жүргенін білесіз бе? Жоқ, білмеймін. Білмегеніңіз дұрыс, өте көп. Сіз әлі жассыз. Түсік жасатқыңыз келсе себебіңіз бар шығар. Бірақ тағы да 1-2 күн ойланыңыз. Мұны келгендердің бәріне айта бермеймін. Әртүрлі адам келеді. Түсік жасату қыздардың ойынша тығырықтан шығудың бір жолы. Соны естігенде төбе шашың тік тұрады. Ал Разияның жағдайы басқа секілді. Әлі де бір үміт барын сезгем. Разия не болып? Ештеңе болған жоқ. Гинеколог баланы алдырма деді. Бірер күн ойланып көр деді. Дұрыс айтқан екен. Ойланып көремін. Бірақ бәрібір де түсік жасатамын. Түсінбедім. Басқа клиникаға барсам, ойланбастан жасап береді. Шаршап кеттім. Жағдай енді ғана дұрысталып келе жатыр ма десем, тағы да бірдеңе шыға келеді. Разияның бір беткей, айтқаннан қайтпайтын қыз екенін білем, бірақ бұл дұрыс емес қой. Олай істеуге болмайды. Қазір барасың ба? Иә, тура қазір барам. Неге түсік жасатқың келеді? Түсік жасатсам мүмкіндік бар. Ол қандай мүмкіндік тағы? Бейбітке айтсам менімен бірден ажырасады. Мұндайды ешқандай еркек кешірмейді ғой. Бейбіт сен айтқан екетпейді ғой. Иә, бірақ Ескендірмен де болуға мүмкіндік бар. Бала тусам Ескендірге керегім болмай қалады ғой. Разия осы күнге дейін маған ештеңке айтпаса да, Ескендірді ұмыта алмай жүргенін байқадым. Сол себепті Бейбітті жақсы көре алмай жүр. Өзін де, күйеуін де бекерден бекер қинап жүр. Өткен нәрсе өтті. Өткенмен өмір сүруге болмайды ғой. Кейін бұған қатты өкінетін болады. Мен не істеу керектігін білемін.
Маған алдырма деп айтпашы. Оны айтып тұрған жоқпын. Енді не? Сен Ескендірмен кездесіп сөйлес. Не үшін? Не үшін не? Онымен кездеспеген 2 жылдай уақыт өтті ғой. Ең болмаса телефонмен сөйлестің бе? Жоқ, сөйлескен жоқпын. Қаншама жоспар құрып тастапсың. Ал Ескендірге сен керегің бар ма, жоқ па? Оны білесің бе? Не өзгеру мүмкін? Бәрі де өзгеру мүмкін. Одан да бар, Ескендірмен сөйлес, мен сені осы жерде күте тұрамын. Бар. Сөйтейін бе? Сөйт, әрине, бар. Разия Ескендірге бірден баруға жүрегі дауаламады. Жүрексініп Ескендір тұратын үйдің алдында біраз жүреді. Кездейсоқ жолығып қалам ба деген үміті де бар еді. Разияны Ескендірдің шешесі Жазира байқап қалды. Разия, мұнда сен не істеп жүрсің? Жай серуендеп жүргем. Мұнда келмегеніме біраз болды ғой. Ескендір жоқ, жұмыста. Жұмыстан қолы босамайды. Саған не керек? Ештеңе, мұнда жүруме болмай ма? Болмайды, Ескендір үйленген. Үйленген дейсіз бе? Иә. Разияның келгенін көріп, қорқып шошып кеттім. Разияның Ескендірге келгенін бірден білдім, түсіндім. Разия Ескендірмен ажырасқаннан кейін Ескендір қатты қиналды. Ұлымның үйленгенін білмейтін шығар. Әрине, Разия бұған кінәлі емес. Кінәнің барлығы Разияның ата-анасында. Ұлыммен сөйлестірмегені үшін. Енді ұлымның өмірін құртуға жол бермеймін. Ескендірдің үйленгені Разия үшін күтпеген жаңалық болды. Бар үміті үзілді. Баланы дүниеге келіп, жақсы көрмейтін күйеуімен бірге тұрғаннан басқа амалы жоғын түсінген Разия өзін ұстай алмай, өксіп жылаумен болды. Құрбысы Әсия үйіне жеткізіп тастады. Мен бәрібір түсіп жасытамын. Неге? Ескендір бәрібір саған қайтып келмейді ғой. Маған бәрібір. Мен енді бәріне ерегесіп жасаймын. Сен мұның ақмақтық. Разия, жалғаш, тынышталшы. Ескендірдің ертерек үйленіп кеткені сен ұмытқысы келгені ғой. Оған жаңа өмір бастауға мүмкіндік бер. Мен не істеуім керек? Өз өмірім құртайын ба? Сен де жаңадан өмір бастауға тырысып көр. Олай істегің келмей ме? Маған Ескендір келдесе, мен күйеуімді де, баламды да, ақшамды, үйді де бәрін тастап кетерім. Маған енді ештеңе керек емес. Не дейсің? Не? Разия жақсы көрмейтін жанға тұрмысқа шықты. Құрбылар оған қызыға да, қызғана қарайды. Ал Разия өзін бақытсыз сезінуші еді. Күйеуінің байлығы да, сезімі де Разияның жүрегін жібіте алмады. Ең жақын құрбысы Әсеммен ғана бар сырымен бөлсе. Жүкті екенін білген Разия түсік жасатпақшы болады. Дәрігер Разияға баланы алдыртпауға, бірер күн ойлануға кеңес береді. Разия дәрігерге барғаннан кейін Әсиямен кездеседі. Құрбысына Ескендірмен арасын қайта қалпына келтіруге үміттеніп, сол себепті түсік жасатпақшы болғанын айтады. Ескендір екеуі бір-бірін мектептен бері жақсы көреді. Бірақ Разияның әке-шешесі кездесулеріне тыйым салған еді. Әсияның кеңесімен Разия Ескендірмен сөйлеспекші болады. Ескендірдің шешесі ұлының үйленгенін айтады. Разия Әсияға бәрібір түсік жасататынын айтып жатқанда, күйеуі Бейбіт естіп қалады. Бейбіт, қойшы, мен онымен өзім сөйлесемін. Бейбіт. Разия, Бейбіт, менің қойшы. балам ба? Бейбіт, жіберші. Жауап бер. Аяғың ұрма. Иә. Бейбіт. Сонда қайдағы жоқ Ескендір сені шақырса, баланың өмірін оп-оңай қия салуға даяр болдың ғой. Бейбіт, Бейбіт, Ескендір қойшы. деген кім? Оның мұнда еш қатысы жоқ. Сенен сұраған жоқпын. Ескендір деген кім? Ол Разияның бұрынғы жігіті. Оған тиіспеш өтінемін. Мен өзім шешемін. Бейбіт керек емес.
Бейбіттің келгенін байқамай да қалдық. Разияға отбасын сақтап қалуға тырыс деп қаншама рет айттым. Ол сөзіме құлақ аспады. Енді ештеңке де шықпайды. Оған көзім жетті. Не айтарымды да білмеймін. Разия түнімен жылап шықты. Әсия құрбысының қасында қалды. Екеуі Бейбітке телефон соғып, хабарласа алмады. Телефоны өшірулі еді. Таң ата көзілгені сол еді, есік ашылғандай болып, Разия оянып кетті. Бейбіт. Бейбіт. Разия, не болды? Жай Бейбіт келгендей көрінді. Уайымдама, бәрі де жақсы болады. Мен не істеу керек екенін білем. Мен онымен ажырасуым керек. Оған сенімдісің ба? Мен оны қинағым келмейді. Күйеуімнің еш кінәсі жоқ. Мен оның өмірден құтқаннан басқа еш пайдам жоқ. Күйеуіммен ажырасып, үйіме қайтып барам деген шешімге келдім. Тығырықтан шығатын жалғыз жол осы ғана. Бейбітпен арамызды жақсарта алмадым. Оны тастап кеткенім дұрыс емес көрінетін шығар. Бірақ істеген ақымақтығымды мойныммен көтеруім керек. Уақыт емші. Бейбіт мені ұмытады. Ал баланы қайтем? Балалы болғым келеді, бірақ жақсы көрмейтін адамнан бала сүюім келмейді. Әсия таңғы ас әзірледі. Разия таныс заңгерден ажырасу ісі қалай жүретіні жайлы сұрастыратынын айтты. Бірақ бұл ойы жүзеге аспай қалды. Мен бүгін ажырасуға арыз жазам. Сен оған сенімдісің ба? Иә, мен бәрін шешіп қойдым. Егер сенімді болсаң, солай ойласан, әрине өзің білесің. Қазір мен ашайын. Полицейді көргенде Бейбіт Ескендерді тауып, оған бірдеңе істеген шығар деп ойладым. Кеше қатты ашуланып үйден кетіп қалған еді. Ашу үстінде адам бәрін істеді ғой, бірақ жағдай мен ойлағаннан да жаман болып шықты. Сәлеметсіз бе? Менің есімім Ильяс Өтешев. Кіруіме бола ма? Иә, кіріңіз. Разия Жұмаділова, сіз бе? Иә, мен. Бейбіт Жұмаділовтың жұбайысыз ба? Иә. Оны мен сөйлесе аламын ба? Ол үйде жоқ. Қайда екенін айтасыз ба? Кеше күйеуіммен ұрсысып қалғанбыз. Ол үйден кетіп қалды. Үйде түнеген жоқ па? Жоқ. Бірдеңе болды ма? Өкінішке орай болды. Участковыйдың айтуынша, біздің ауданда қыз зорланған екен. Үйіне кеш қайтқан қызға бірнеше мас еркек жәбір көрсеткен. Оны көрген бір куәгер бар екен. Қылмыскерлердің арасында Бейбітті көрдім деп түсініктеме беріпті. Мұның бәрі түсімде болып жатқандай күй кешіп. Естігеніме сен алмадым. Ұрысып қалдық дейсіз бе? Иә. Алкоголь ішті ме? Жоқ, ішпеген. Машинамен келді. Машинасы кешеден бері далада тұр. Сонда Бейбіт қазір күдіктілер қатарында ма? Ресми түрде күдікті емес. Соған ұқсайтын біреуді көрген куәгердің түсініктемесі бар. Мән жайды анықтау керек. Мас бұзақылармен дейсіз бе? Ол мүмкін емес. Бөлімшеге келе аласыздар ма? Қылмыс болған жерде біраз заттар тауып алдық. Соларды тануға көмектесіңіз. Иә, әрине. Сіздерден бір хабар болса күтеміз. Сау болыңыздар. Сау болыңыз. Бұған сенбедім. Бейбітпен бірге тұрғаныма көп болмаса да, оның мұндай іске бармайтынын білемін. Бейбіт біреуді құтқаруға тырысты десе, сенер едім. Ал мұндай қылмыс істеу мүмкін емес. Қылмысты дәлелдеген жоқ, болжам дейді. Мұнысы енді ақылға сыймайды. Әсия құрбысының қасында демеу болып жүрді. Полиция бөлімшесіне Разиямен бірге еріп келді. Бөлімшеде Разияға қылмыс болған жерде табылған тәркіленген заттарды көрсетеді. Арасынан күйеуінің бет орамалын көргенде не ойларын білмеді. Бұл заттар қылмыс болған жерден табылды. Айғақ заттар болып табылады. Таныс зат бар ма? Не болды? Таныс зат бар ма?
мына бет орамал. Бұндай бет орамал Алматыда көп қой. Басқа таныстат бар ма? Бұл өте қымбат бет орамал. Бірнешеуін Италиядан алып келген. Қай-қайдағы бұзақы. Осындай орамал ұстап жүреді деп ойлайсыз ба? Жақсы. Сіз боссыз. Оның кінәлі екені рас па? Оның кінәлі екеніне толықтай дәлел жоқ. Ал егер кінәлі болып шықса, жазасын алады. Егер кінәсіз болса, біз босатамыз. Ал енді жұмысыма кедергі жасамай барыңыз. Сау болыңыз. Сау болыңыз. Неге сенерім білмедім. Полицейлер көрсеткен айғаққа ма, әлде жүрегіме сенейін бе? Ең маңыздысы бұл емес. Бейбіт кінәлі ме, жоқ па, бұл да маңызды емес. Оның күдіктіге айналғанына мен кінәлім. Өзімшіл болмағанда, жақсы көрмейтін адамға тұрмысқа шықпағанда, одан аяғым ауыр болмағанда, мұндай жағдай болмас еді. Менің қатем үшін күйеуім жаза тарту керек пе? Осыны ойлап қатты уайымдадым. Рәзия полиция бөлімшесінен өңі бозарып шықты. Мазасы жоқ, жыларман халде. Әсияға заттай айғақтардың арасынан бейбіттің бет орамалын көргенін айтты. Рәзия, мен кеше саған айтайын деп едім, бірақ бата алмадым. Полицейский айтқан кезде мен де бейбітті кінәлі ма деп ойладым. Қайдағы? Бейбіт ондайға бармайды. Бірақ ол ашуланғанда бәріне де бару мүмкін ғой. Жоқ, олай емес. Сен енді өзің айтып тұрсың ғой, орамалды таныдым деп. Бет орамал ештеңемді дәлелдемейді. Жарайды. Уайымдамашы, мен қателесіп тұрған шығармын. Я, сен қателесесің. Мен қателеспегенім саған жақсы емес пе? Не айтып тұрсың? Енді ажырасам деген өзің ғой. Ажырасып келген, бірақ қазір емес. Осының бәріне мен кінәлі. Ай, жарайды, сен сынып болмайсың, жүре берейік. Жылама болды. Рәзия күні бойы күйеуінің таныстарымен бірге істейтін әріптестеріне телефон шалып, бейбіт жайлы сұрастырды. Кешеден бері оны ешқайсысы көрмепті. Қиын жағдайда құрбысы Әсия үнемі қасынан табылды. Түнде де құрбысының жанында қалмақшы еді, бірақ жұмысы шығып кетуге мәжбүр болады. Рәзия шаршағаннан жатқаны сол еді, кіре беріс бөлмеден тықыр естілді. Қайда болдың? Онын араласың. Білгім келмесін сұрап тұрмын ғой. Есінде жоқ менің. Сені полиция іздеп жүр. Полиция? Іздесе келіп тұрмын ғой міне. Қайда болдың деймін. Есімде жоқ менің. Түнімен ішіп, оянып келген бетім осы. Есіңде мүлде ештеңе жоқ па? Саябақта танымайтын адамдар бір мазамды алған. Неге енді? Шүбейде болмай ма маған? Сені қыз зорлап деп айыптап жатыр. Разияның мені полиция іздегенін айтқанда төбеме жай түскендей болды. Саябақта бұзақылардың жүргені еміс-еміс есімде. Одан кейін ұйықтап қалыппын. Оянсам шатыршаның астына жатыр екенмін. Киімімде сауытым тық жоқ. Біреу келіп әдейі жыртып тастағандай. Қолым қан. Арықтағы суға әрең жуып кетірдім. Тырнағымның астындағы қатқан қан кетпей қойды. Полицияға барып берілуім қажет. Ол жерде заттарымды тапса, бәрі солар айтқандағыдай болғаны ғой. Не болса да сөйтіп жасайтындай жағдайда болдым. Бірақ сен ондай нәрсе істеген жоқсың ғой. Қандай сондай нәрсе? Қолым қан. Адам өлтірді деп айтпаса болғаны. Үйге неге кеттім екен? Кешірші мені. Бәріне мен кінәлімін. Не үшін кінәлісің? Жақсы көрмейтін етекпен тұрғаныңа кінәлісің бе? Бұның бәрін бұрында айтуым керек еді. Маған үйлене салмай жүрме десем. Бұлай болады деп ойламадым. Бірақ Ескендірмен кездесуге тыйым салғаннан кейін не істерімді білмедім. Ал ата-анамен тұрғым келмеді. Одан кейін сені кездестірдім.
Мінезің ашық жарқын жайдар едің. Жақсы көріп кетем деп ойладым. Бірақ олай болмады. Бұның бәрін маған неге ертерек айтпадың? Ертерек айтқанда ештеңе де болмайтын еді ғой. Айтуға батылым бармады. Бәрін ашық айту мұндай оңай болады деп ойламаппын. Баяғыдағы айтуым керек еді. Батылым жетпеді. Неден жүрексінетінімді білмеймін. Айта салсам не болатын еді? Бәрі осындай күйге жеткенде, енді менің айтқанымның еш пайда жоқ еді. Не істеп жатырсың? Не істеп жатырсың деймін, тоқтат! Қазір мен саған бәрін түсіндіремін. Бәріне мен кінәлімін. Жақсы көрмейтін еркекпен тұру алтын қапас сияқты емес пе? Ал қазір мен қылмыскермін. Сен әлі жассың. Сен әлі жассың. Саған еркіндік. Қайыққа барсың да өз еркің. Қойшы демейміз, қойшы. Бәріне де мен кінәлімін. Кет бар, боссын. Қазір кет. Тоқтат деймін саған. Разияның басын босатқаннан басқа амалым жоқ. Еркек пен әйелдің арасындағы қатынастың қандай болуы еркекке байланысты. Бәріне еркек жауапты. Разияны бақытты ете алмадым. Ештеңені көрмейтін соқыр болыппын. Бұлай болғанын қаламадым. Разияның қалған өмірін қорқылмауым керек. Ешқайда кетпеймін. Түсінемін. Жүрексінесің ғой. Бірақ осы істегенің дұрыс болады. Жоқ, ешқайда кетпеймін. Менің қиналғанымды көрмейсің бе? Сол себепті ешқайда кетпеймін. Сенмен бірге болам. Бәрін бірге көреміз. Жоқ. Мұндай қулығыңды білемін. Ештеңе де білмейсің. Сен мен күйеуімсің. Мен сенің әйелмін. Басыңа іш түсті. Осындай кезде сені тастап кетеді дейсің бе? Жоқ. Сенмен бірге болам. Бұның бәрін сен жасауға міндетті емессің. Түсінесің бе? Мені түрмеге қамау мүмкін. Енді мені тыңда. Мен ата-анаммен ерегеспегенде бұның бірі де болмас еді. Мен ата-анамның, сенің, Ескендірдің алдында кінәлімін. Жоқ! Олай емес. Солай! Біздің әңгімеміз тыңдамағанда бұлай болмас еді ғой. Мен кінәлімін. Кінәмді өтеуім керек. Әке шешесіне ерегіскен Рәзия жақсы көрмейтін адамға тұрмысқа шығады. Жүкті екенін білгенде түсік жасатуға шешім қабылдайды. Жақын құрбысы Әсия бұл ойынан бас тартуға көндіруге тырысады. Рәзия құрбысына әке шешесі ажыратқан бұрынғы ғашығын әлі де жақсы көретінін айтады. Ескендірдің үйленгенін естіп, енді онымен ешқашан бірге бола алмайтынын түсінсе де, Рәзия түсік жасатпақшы ойынан қайтпайды. Мұны күйеуі Бейбіт естіп қалады. Рәзияға ашуланып, үйден кетіп қалады. Келесі күні полиция келіп, күйеуінің қылмыс істелген жерде болғаны туралы күдік барын, Бейбіттің заты табылғанын айтады. Бөлімшеге барып, Рәзия заттардың арасынан күйеуінің бет орамалын танып, Бейбіттікі екенін растайды. Кешке Бейбіт үйге оралады. Түнде көп ішіп, есін білмей ұйықтап қалған екен. Полиция не себепті іздегенін білгенде Рәзияны еркіне жібермекші болады. Рәзия ешқайда кетпейтінін, қиын кезде қасында болатынын айтады. Менікі дұрыс екеніне сенің пайда болды. Басқа амалым болмады. Қазір солай істемесем, өзімді өмір бойы кешірмеймін. Бейбітке бәрін айтқаннан кейін жеңілдеп қалдым. Тағдыр осы сөзімді сынағандай, сол сәтте тағы бір сынақ жіберді. Полиция. Болды. Бәрі бітті. Ештеңе біткен жоқ. Сен дыбысыңды да шығарма.
Сәлеметсіз бе? Бейбіт табылмады ма? Жоқ, әлі табылған жоқ. Көршіңіз хабарласып, үйдің жанынан көргенін айтты. Соны тексеруге келдім. Үйге келсе хабарласатын едім ғой. Телефон соқпады ма? Ұрсып қалдық деп айттым ғой. Телефон соқпайды. Жақсы. Келсе хабарласыңыз. Сау болыңыз. Сау болыңыз. Қылмыскердің сыбайласы болды. Сенімен бірге болғым келгендіктен өтірік айттым. Разияға қарап, не болғанын түсінбедім. Бұрынғы күйгеліктігі қыз балаға, шыдамсыздығы жоқ. Қарсы алдында өмір бойы армандаған, қиялдаған әйел тұр. Сене алар емеспін. Бірақ мен полицияға баруым керек. Таңертеңгіден үйде бол. Үйде қал деп өтінді. Өзімнен де кеткім келмеді. Рәзия мен Бейбіт түнімен ұйықтаған жоқ. Таң атқанша әңгімелері таусылмады. Рәзия күйеуіне бұрынғы ғашығы Ескендір туралы, онымен кездесуге әке шешесі қарсы болғанын айтып береді. Сырын бөлісе алмай қиналғанын да айтты. Таңертең Бейбіт полиция бөлімшесіне баруға жиналды. Бандит құсап, берілуге бар жатым. Әлі сенер аламыз. Қашып кетсеңізші. Мойныма кінәні алып па? Кінәлі емессің ғой. Қашып кету бұрыннан неге ойыма келмеді екен. Ауылға, алысқа қашып кетейік. Бәрі басылғаннан кейін қайтып келеміз. Жоқ, олай болмайды. Мен сені ешқайда жібермеймін. Болды мен кетуім керек. Бейбіт Жұмаділов, сіз бе? Ескендірдің үйленгенін естігенде өмір сонымен біткендей көрініп еді. Ал полиция келгенде күйімді айтып жеткізе алмаймын. Мені жақсы көретін адамды қазір алып кетеді. Қыңырлығымен оны қинағаннан басқа еш жақсылық көрсетпедім. Бейбітпен бірге болғым келетін, енді түсіндім. Баланы туам деп шештім. Күйеуімді қанша күту керек болса, күтемін. Бақытты болатынымызға сенімдімін. Уайымдамаңыз деп айтуға келдім. Не дейсіз? Кеше кешкісін қыз есін жиды. Қылмыскерлерді сипаттап берді. Оларды іздеп таптық. Қамауға алынды. Кінәларын мойындады. Сонда Бейбіттің еш кінәсі жоқ па? Кінәсі жоқ. Керісінше арашалауға тырысқан. Сіз әйеліңізге айтпадыңыз ба? Жоқ, мен сол күні қатты ішіп алып едім. Саябақта үш бұзақыны көргенім есімде. Түсінікті. Жәбірленушінің айтуы бойынша үш еркек қызға тиіскен кезде бір жігіт кеп арашаламақшы болған екен. Сонда мен еш кінәм жоқ қой? Иә. Еш күдіктенбейсіздер ғой? Иә, тек бөлімшеге келіп түсініктеме беруіңізді сұраймыз. Болған жағдайдан кейін Рәзия мен Бейбіттің арасы жақсарды. Балаларының дүниеге келуін тағатсыздана күтіп жүр. Рәзияның Бейбітке деген сезімі оянды. Өткенді еске алғанда Бейбіт бір жамандықтың бір жақсылығы болады. Болған оқиға қолдағы бақытты бағалауды үйретті дейді. Әсия болмағанда Рәзия ақымақтық істер еді. Ойланбай істемекші болған әрекеттен сақтаған құрбысына алғысы шексіз еді.